Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Құрметті бауырлар, бүгін кезекті пайғамбарлар тарихы дәрісіміздің жалғасы. Кезектегі пайғамбар ол Салих алейхиссалам. Өткен дәрісте, өткен аптада қай пайғамбарды өттік? Худ алейхиссаламды өттік. Негізі пайғамбарлар өз ретімен келе жатыр. Өткен апта Худ алейхиссалам, осы апта Салих алейхиссалам, бұдан кейінгі апта Ибрахим алейхиссалам, солай кете береді, Алла қаласа. Енді Салих алейхиссалам жайында мағлұматтарға кіретін болсақ, Салих алейхиссалам шежіре жағынан Нух алейхиссаламның ұлы Самға барып тіреледі. Білесіздер, Салих алейхиссаламның қауымы кім деп аталатын еді? Самуд деп аталатын еді. Ал Салих пайғамбарға дейінгі Худ пайғамбардың қауымы не деп аталатын еді? Ад деп аталады. Енді осы Самуд қауымы мен Ад қауымы негізі осы екі тайпаның, екі рудың түпкі атасы кімге барып тіреледі? Мынау Ирам деген кісіге барып тіреледі. Ал Ирам деген кім? Самның ұлы. Ал Сам деген кім? Нух пайғамбардың ұлы. Демек, Самуд қауымы мен Ад қауымы не екен? Ағайындылар. Бір-біріне жақын рудан болып есептеледі. Бұлар және біз не дедік? Арабтар дедік. Арабтарды өткен дәрісте нешеге бөлдік? Үшке бөлдік. Арабул бәида, жоқ болып кеткен арабтар, мүлдем қазірге дейін жалғасын таппай үзіліп қалған арабтар. Ол қай арабтар дейтін болсақ, Ад қауымы, Самуд қауымы, Салих алейхиссаламның. Басқа да қауымдар бар. Міне сол арабтар сол кезде Аллахтың қаһарына ұшырап, азабына тап болып, жоқ болып кеткен. Одан кейінгі арабтардың екінші тобындағы Арабул бақия, қалған арабтар, бізге дейін қалған арабтар. Олардың өзін екіге бөлдік. Қақтандықтар және аднандықтар деп. Қақтан деп отқанымыз бұл жаңағы Қақтан деген кісіден тараған арабтар. Бұлар көбінесе мынау Шам өлкесін мекендеген арабтар. Одан кейін аднандықтар. Аднан деген кім еді? Исмаил пайғамбардың немересі. Негізі қазіргі мынау араб жазирасындағы және жер бетінде қандай араб тайпасы бар? Бұл арабтардың барлығы арабтанған арабтар, таза арабтар емес. Исмаил пайғамбардан тараған арабтар. Ал енді Исмаил пайғамбардың ұлты қандай еді? Исмаил пайғамбардың әкесі Ибрахим алейхиссалам, ол Месопотамия өлкесінен Меккеге көшіп келген еді. Ал Ибрахим алейхиссаламның ұлты араб емес. Халдей деп айтылатын ұлт еді. Калдани. Ибрахим алейхиссалам Меккеге көшіп келгеннен кейін Исмаил пайғамбар дүниеге келеді. Исмаил пайғамбар сол Меккеде бетіп айналып көшіп жүрген қақтандық арабтар бар ғой. Сол қақтандық арабтардың ішіндегі Джурхум деген румен қыз алады. Ибрахим алейхиссалам сол Джурхумдардың, яғни таза арабтардың тайпасынан қыз алып береді Исмаил алейхиссаламға. Сөйтіп, жаңа нәсіл, жаңа шежіре пайда болады. Бұларды кім деп айтатын еді? Арабул мустараба деп те айтады. Яғни арабтанған, араласқан арабтар. Кімдермен? Ибрахим алейхиссаламның ұлтымен, қанымен араласқан арабтар. Міне қазіргі таңдағы арабтардың барлығы осы Исмаил пайғамбардың шежіресімен келе жатқан арабтар. Ал енді аднандықтар деп айттық қой, жаңа осы Исмаил алейхиссалам немересі аднандық.
Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі мынау атасы Абдул-Мутталибтен бастап Аднанға дейінгі шежіресі бар. Яғни Исмаил пайғамбардың ұрпағынан дегенсіз. Оның ар жағында Ибрахим пайғамбардың. Қараңыздар. Ғұламалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінен бастап Аднанға дейінгі шежіресі бір ауыздан солай қабылданған дейді. Бұған ешкім қарсы шыға алмайды. Абдул-Мутталибтан кейін Хишам, осылай санап шежіресін Аднанға дейін 100% ғұламалар естеген, осылай үкім берген. Ал енді Аднаннан кейін кім деген уақытта ғұламалар талас-тартысқа түскен. Аднаннан кейін пәленше деген, түгенше деген әртүрлі пікірлер айтқан. Бірақ ғұламалар Аднанның Ибрахим алейхиссаламның, жоқ, Исмаил алейхиссаламның немересі екенінде бір ауыз келісім болған. Ал енді Исмаил алейхиссаламның қай ұлынан тараған екендігінде түрлі пікірлер бар. Міне, Салих алейхиссаламның шежіресі, әкесі Убайдтан туылған, Убайд Асифтан туылған, Асиф Мәсихтан туылған, Мәсих Убайдтан туылған, Убайд Хадирдан, Хадир Самуд. Міне, Самуд, Салих алейхиссаламның қауымының аты Самуд. Осы атасынан басталады негізі. Атауы міне осы жерден басталады. Самуд кімнің ұлы? Абирдің ұлы. Абир Ирамның, Ирам Нух пайғамбардың ұлы, Самның ұлы. Міне, шежіресі осылай. Енді Салих пайғамбар жайында бірнеше мағлұматтар айтатын болсақ, Салих деген арабша сөз, негізі араб тілінен шыққан. Бұның түбірі салаха, яғни нені білдіреді? Турашыл, таза деген мағыналарды білдіреді. Салих дейтін болсақ біреуге мысалға, Абдун Салих, ол сондай бір турашыл, сондай тақуа бір құл екен, Аллаға берік, Алланың бұйрықтарына сондай мығым, сондай бекем бір кісі екен деген мағынада айтылады. Салих деген. Салих алейхиссалам өзінің тайпасында, руында өте беделді рудан шыққан. Бұл айтқанда авторитетный рудан шыққан кісі болған кезінде. Кейбір тарихи риуаяттар бар. Мынау араб тілінде жазылған деректерде Салих алейхиссалам Иса пайғамбарға қатты ұқсаған дейді. Иса алейхиссаламға қатты ұқсаған, шашы ұзын, шашы тегіс болған дейді, бұйра емес. Және Иса пайғамбарға ұқсағандығы соншалық жалаң аяқ жүретін болған екен. Иса пайғамбар алейхиссалам жаңағы жүрген кезде мүлдем аяқ киім кимеген, жалаң аяқ кезіп жүретін болған. Міне, Салих пайғамбарда дәл солай жалаң аяқ жүретін болған екен. Халық арасында өзінің аманатшылдығымен, ауырғандарды көп зиярат етуімен, жаңағы жағдайы жоқ, жетім, жесірлерге қарайласуымен танылған Салих пайғамбар. Тіпті халық арасында Салих пайғамбар сенім артылған адам болған екен. Құранда Хижр сүресінде не дейді? Вақалу я Салих. Яғни Салихтың қауымы, ей Салих, қад кунта фина маржуан қабла хаза. Сен мынау елшілікті алып келмей тұрып, біздің арамызда сенімге, яғни сенім артылған адам едің, дейді. Қад кунта фина маржуан. Атанхана ан наъбуда ма яъбуду абауна. Біздің аталарымыз, бабаларымыз табынған нәрседен қалайша тидің сен дейді, қараңыз. Сен мына нәрселерді айтпай тұрып арамызда өте беделді едің ғой. Біз саған жаңағы сенім артып отыр едік қой. Деген жерде аятта маржуан фина деген уақытта ғұламалар айтады, келешекте сол халықтың беделділері Салих пайғамбарды ру басшысы қылып тағайындауға дайындаған екен негізі. Солай ниеттенген екен.
сол Сәмуд қауымының үлкен мырзасы деген атақ берейін деп жатқан еді негізі. Сондай сенім артқан еді. Бірақ Солих пайғамбар елші болып келгеннен кейін олар не істеді? Бет бұрды. Солих пайғамбар Сәмуд қауымына елші қылып жіберіледі. Сәмуд қауымы жайында мынау сүрелерді аяттармен қоса жазып қойдым, қарап шықсаңыздар болады. Міне, мына сүрелерді Құранның аудармасымен, немесе арабша білетіндер арабшасына қарап оқып шықса болады. Сәмуд қауымы кімден тараған дейтін болсақ, бағана айтып өткеніміздей, Исмаил пайғамбардан бұрын өмір сүрген Арабул Ариба деген арабтардың қатарына жатады. Арабул Ариба, яғни таза арабтар. Қоспас жоқ, ешкіммен араласпаған, қандары бұзылмаған, таза арабтардың қатарынан болып табылатын қауым болып есептеледі. Сәмуд қауымы. Негізі Сәмуд қауымына екінші Ад деген атақ берген ғұламалар. Неге? Себебі бұлардың түпкі атасы кімге барып тіреледі? Ирамға барып тіреледі. Түпкі атасы Ирамға барып тірелгендіктен, бір атадан тарағандықтан, бір атадан екі қауым шықты. Екеуі де Аллахтың қаһарымен жоқ болып кеткен. Біріншісі кім еді? Худ пайғамбар жіберілген Ад қауымы. Ғұламалар Адун әл-Ула деп айтқан, бірінші Ад қауымы. Одан кейін 500 жыл өткеннен кейін ғұламалар айтады. Ад қауымы жоқ болғаннан кейін 500 жыл өтеді арада. Сөйтіп кімдер шығады? Сәмуд қауымы шығады. Сәмуд қауымына ғұламалар Адун әл-Ухра, екінші Ад қауымы деп атақ берген деген. Қараңыздар. Себебі түбінде бір атадан шығып атқаннан кейін осылай атау берген. Ал енді Сәмуд қауымы қай жерде өмір сүрген? Қай жерде қоныстанған дейтін болсақ, мына жерде жазып қойғанымыздай, Араб түбегінің, міне Араб жазирасының солтүстік батысында Уәдил Қора деп аталатын сондай бір аймақ бар. Міне сол Уәдил Қора деп аталатын жерде, аймақта Ала деп айтылады, немесе Ула деген бір ауылдық жер десек те болады. Қазір қала емес ол жер. Ауылдық жерде, сол ауылдық жердің солтүстігіне қарай 15 шақырымдай жақындықта орналасқан Сәмуд қауымы өмір сүрген жер. Немесе қазіргі таңда сол жерлер, яғни Сәмуд қауымы өмір сүрген жерлер Солих пайғамбармен байланысты болғандықтан Мәдәину Салих деп айтқан. Мәдәину Салих деген, Мәдәин деген Мәдина сөзінің көпше түрі. Мәдина дегеніміз қала. Яғни кезінде Салих жіберілген қалалар деген атақ алған қазіргі таңда. Ол соңғы кезеңдерде солай атайтын болған адамдар. Солай атап кеткен. Ертең арамыздан біреу қажылыққа барып қызық болып жатса, арабша білетіндер Мәдәин Салих деген жерге апар дейтін болсаңыздар, сол жерге апарады. Ол жерде Сәмуд қауымынан қалған қалдықтар бар әлге шейін. Салып кеткен, тұрғызып кеткен үлкен ғимараттарынан әлге шейін қалған. Немесе Аллах тағала Сәмуд қауымын Құранда Асхабул Хижр деп те атаған. Яғни Хижрде өмір сүретін қауым. Хижр деп отқанымыз бұл ескі атауы. Ескі атауы. Қазір айтып отырмын Мәдәин Салих. Мәдәин Салихта өмір сүретін Сәмуд қауымы. Ал ескі атауы және Құрандағы келген атауы Асхабул Хижр, Хижр иелері, яғни Хижрде өмір сүретін тайпа деген атақпен келген. Тіпті кейбір деректерде, мынау ескі грек жазбаларында, оның ішінде Аристотель бар, Хегр деп атаған екен осы тайпаны. Хижр. Аристотель, ойлаңыз. Иса пайғамбар туылмай тұрып, милаттан бұрын деп есептейміз ғой қазір. Қазір 2024 жыл, 2023 жыл. Бұл қандай жыл санауы? Милади жыл санауы. Яғни Иса пайғамбардың туылғанынан басталатын.
енді Иса пайғамбар туылмай тұрып, сонау ескі грек философтары өздерінің еңбектерінде осы Хигр деген тайпа жайында айтып кеткен. Ол Хигрдің осы Сәмуд қауымы қоныстанған Хижр аймағы екендігі дәлелденген. Қараңыз. Бұл жерде қазірге дейін тарихи қалдықтар бар. Оны қазір суреттерді көреміз иншалла. Мынау қандай құрлық? Араб жазирасы. Араб түбегі. Ад қауымы Худ пайғамбар жіберілген. Араб жазирасының оңтүстік жағында орналасқан Йемен, қазіргі таңда Йемен деп айтылады. Йемен мемлекет қой қазір. Йеменнің Хадрамаут және Сана деген екі қаланың арасында. Ол міне мына жерлер шамамен. Міне Ад қауымы мына жерде қоныстанған. Ал енді Сәмуд қауымы ше. Сәмуд қауымы Меккемен, қараңыз, мынау Мекке мына жер, а мынау Медина. Меккемен Шамның ортасында орналасқан, жаңағы Уәдил Қора деп аталатын жер бар ғой. Мына жер міне. Осы жерлерде орналасқан, қоныстанған Сәмуд қауымы. Жақынырақ алатын болсақ, міне. Мынау Мекке, мынау Медина. Ал мынау Хижр деп тұр мына жер. Көрдіңіз ба? Міне осы жерде орналасқан. Сәмуд қауымы осы жерлерде қоныстанған. Мынау суреттер. Сәмуд қауымынан қалған жаңағы қалдықтар. Бұлардың ерекшелігі, Аллах Тағала Құранда не дейді? Янхитунал джибал. Олар тауларды қашап қала тұрғызатын дейді. Жартас, ойлаңызшы, жартас, үлкен алып жартастарды қашап, ойып, осындай ғимараттар тұрғызатын болған. Олардың ерекшелігі сондай болған екен. Және сәулет өнерінде өз заманының, өз уақытының ең алдыңғы қатарындағы тайпа болған екен. Сәулет өнері деп отырғанымыз қазіргі археология, архитектура. Қазір архитектурада кім алдына жан салмай жатқан? Япония шығар? Жапония дейміз ба, Америка дейміз ба, мысалға, сол кездегі, бұл айтқанда, қазіргі Американың мысалы да, сәулет өнерінде. Мынау қазірге шейін бар мыналар. Араб түбегінде, Мединаға жақын жерде мынау. Мединаға шамамен бір 100-120 шақырымда жерде. Адамдар тұрмайды бұл жерде. Міне, осындай жазық дала, мынандай таулардан тұрады бұл негіз. Бұл аймақ таулы аймақ негіз. Және жартастар, үлкен жартастар бар. Бойларының қандай болғандығы жайында деректер мен таппадым, шыны керек. Мысалға, Ад қауымының ерекшелігі не еді? Бойларының ұзындығында еді. Тіпті бір деректерде неше метр деп берді? 150 метрге дейін жеткен дейді. Бойлары қараңыз. Муснад, имам Ахмадтың Муснадында, Сахих Бухарида, Муслимда жеткен бір хадисте, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әскерлермен бірге Табук шайқасына бара жатқан кезде осы жерден өтеді екен. Осы жерге бір сәт қоныстанған уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ей асхабым, мына жерде көп отырмайық" дейді. Және мына жерден құдықтан су ішпеңдер дейді. Сонда сахабалардың арасынан біреуі: "Я Расулалла, біз құдықтан су ішіп қойдық" дейді. Және сол суға ұн илеп, нан пісіріп қойдық қой дейді. Қараңыздар. Нандарыңды жемеңдер, және сол суға тамақ, сорпа істеп қойып едік дейді. Тамақтарын төгіңдер, нандарыңды түйелерге беріңдер,
бұл жерден тез арада өтіп кетейік дейді. Басқа бір хадисте келеді, өздерінің тәкаппарлығы себепті өз-өздеріне зұлымдық еткен Сәмуд қауымының азапталған жеріне жылап кіріңдер деген хадис бар. Жылай алмасаңдар да жылағандай күйде болыңдар, өздеріңді қинап жылаңдар деген хадистер бар. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өсиеті бойынша мына жерге көп тұрудың қажеті жоқ, өйткені бұл жерге Аллахтың қаһары түскен жер, Алланың азабы түскен жер. Қараңыз. Мынандай ғимарат, осы ғимараттың ішінде мына есігі тұр ғой. Міне. Есігінің ішіне кірсеңіз, осындай бөлмелері бар. Ішіне кіріп кетеді. Мынау жаңадан тұрғызылған үй емес, кәдімгі жартас, мынау тау. Таудың ішін ойып істеген осылай. Қараңыз. Қаншама күш, Енді істегенде де мынандай сәулет қылып істеудің өзі қайда жатыр, Қараңыз. Міне осындай қауымға Аллах Тағала елші жібереді. Елші жіберуінің себебі не? Олар тәкаппарланады, Аллаға қарсы келеді, пұттарға табынып кетеді. Өткен пайғамбарлардың әдеті бойынша Алла Тағала оларға пайғамбар жіберіп, елші жіберіп, таухидқа шақырады бірінші. Жалғыз Аллахқа ғана табыныңдар, серік қоспаңдар, пұттарыңды тастаңдар, Алланың азабына ұшырайсыңдар деп елші жібереді. Өткен қауымдағы пайғамбарлардың мысалында, сол кезде бұл қауым не дейді? Қалу тайярна бике ва бимен маак қала таирукум индаллахи бәл әңтум қаумун туфтанун. Сонда олар: ей Салих, біз мына сенің һәм маңайыңдағылардың кесірінен бақытсыздыққа ұшырадық деп жауап қатады. Салих пайғамбар не дейді? Сендердің бақытсыздыққа ұшырасаңдар, яғни ұшырауларың дейді, ол Алланың қалауы дейді. Аллахтың тағдыры. Анығында сендер сыналып жатқан қауымсыңдар дейді. Туфтанун деген сыналып жатсыңдар. Яғни Алла Тағала сендерге сондай сынақ жіберіп жатыр қазір, араларыңнан турашыл құлдарды ажыратып алу үшін дейді. Қараңыз. Кәззәбәт Сәмуду бин нузур. Сәмуд халқы да өздеріне айтылған ескертулерге сенбеді дейді. Кәззәбәт, жалғанға шығарды. Фақалу әбәшарам минна вахидан нәттәбиғуху инна изәл ләфи далалин ва суъур. Олар: сонда біз арамыздағы өзіміз сияқты жай бір қатардағы бір адамның соңынан ереміз бе деп бұлар шықты. Онда сөзсіз жолымыздан адасып, адам айтқысыз қателікке әрі есі бастыққа ұрынған боламыз дейді. Бұл қауымның айтып жатқан сөзі. Сәмуд қауымының. Әулқия зикру алейхи мин бәйнина бәл хуа кәззабун әшир. Қараңызшы, пайғамбарға қандай сөздер тағып жатыр. Сонда басқа адам қорып қалғандай, бұл кітап арамыздан осы біреуді тауып, соған түсірілген бе дейді. Жоқ, ол барып тұрған кәззәб, өтірікші, жалғаншы бұл дейді. Салих пайғамбарды айтып жатыр. Ардан безген оңбаған дейді. Қараңыз. Сонда білесіздер, пайғамбарлардың әдеті бойынша қауымы жіберілген әрбір пайғамбардан соның пайғамбар екенін растау үшін не талап етеді, білесіздер ме? Мұғжиза. Пайғамбар екенсің, елші екенсің, көрсет ал мұғжизаңды. Қалай дәлелдейсің дейді. Сонда Салих алейхиссалам тарихи кітаптарда келеді, Салих пайғамбардың өзі сұраған екен.
сендер не қалайсыңдар деп ше. Сонда Солих пайғамбардың қауымының жылына бір рет бүткіл пұттардың барлығын жинап алып, қаланың сыртына шығып, тойлайтын бір күндері бар екен. Сол күні дейді, сен өз құдайыңа дейді, Солих пайғамбарға айтып отыр, құдайыңа дұға ет дейді, біз де бүкіл пұттарымызды жинап алып, дұға етеміз пұттарымызға дейді. Сонда Солих пайғамбар қауыммен бірге шығып, жаңағыдай жартастар орналасқан жер бар ғой жаңағы. Сондай жерге барады. Тас болған, қараңызшы, тас, кәдімгі жартас. Жаңағы қауымның ішінде бір үлкен беделді бір кісі талап етеді. Мына жартастың ішінен түйе шықсын дейді. Мына жартастың ішінен түйе шығар бізге дейді. Осындай сипаттағы түйені шығар бізге дейді. Сонда Солих алейхиссалам намаз оқиды. Намаз оқып, қолын көтеріп Аллахтан дұға етеді. Сол сәтте жаңағы мүшриктер де пұттарынан дұға етіп жатады. Біз мына Солихтан талап еткен нәрсені болдырма деп, олар пұттан тілеп жатады екен. Міне көреміз, кімнің құдайы бүгін мықты екенін көреміз дейді. Сонда тарихи деректерде келеді, мынау жартас бағанағы бір сілкінеді екен. Қатты сілкініп, бір ыңылдаған дыбыс шығарады екен жаңа. Сол кезде мына жартас екіге айырылады. Екіге айырылған уақытта ішінен сондай сұп-сұлу аруана түйе шығады екен. Аруана түйе шығады. Оны көрген халықтың ішіндегі кейбір беделділері, оның ішінде Ибн Әсиф деп келетін бір үлкен авторитетті кісі, соған куә болып, дереу иманға келеді. Иманға келеді және өзінің артындағы тайпасында не істейді? Бәрін иманға келтіреді. Бірақ қалған мүшриктер не істейді? Сенбейді. Қабылдамай қояды. Аллах тағала сондай түйені жіберді, бұның мұғжизалығы жартастың ішінен шығуында емес негізі. Мұғжизалығы не деп білесіздер ма? Мұғжизалығы Солих пайғамбар қауымына айтады. Міне, Раббымның жіберген түйесі бұл дейді. Бұған мұқият болыңдар, абай болыңдар, қолдарың тимесін. Тіпті кітаптарда келеді, бір күн халық құдыққа барып су алады, екінші бір күн бір түйеге арналады екен. Сол құдықтан су ішеді күні бойы. Солай ауысып барып отыратын болған. Бір күн бүткіл халық барады, және сол халық ішкендей су ішетін болған жаңа түйе. Екінші күні. Және сол ішкеніндей сүт беретін болған. Яғни бүткіл қауымды, тайпаны сүтпен тойдыратын болған ғой. Қараңыздар. Солих пайғамбар түйенің жанынан қалмаған. Түйе қайда барады? Сол жерге жүреді. Қайда тоқтайды? Сол жерде тоқтайды. Қасынан қалмаған. Мұны аяттарда көрсетілгенде, Солих алейхиссалам не дейді? Хадихи нақатун лаха ширб. Дәлел керек десеңдер, міне сендерге Алланың мұғжизасы ретінде аруана түйе. Бұдан былай ауыз суды кезекпен аласыңдар дейді. Бір күн сендер, бір күн мына түйе дейді. Судың кезегі бір күн 12, бір күн сендердікі болсын дейді. Байқаңдар, оған тиісуші болмаңдар дейді. Әйтпесе алапат күннің ауыр азабына душар боласыңдар дейді. Деп оларға мұғжиза көрсетіп, соңынан ескерту жасайды. Бірақ алайда олар мұғжизаны қабылдамай, ескертуді ескермей, не істеді? Қауымының арасында мына аятта да жаңа түйе жайында келген. Байқаңдар, оған тиісуші болмаңдар.
әйтпесе алапат күннің ауыр азабына душар боласыңдар деп, мына жерде жаңа аят қайталанып отыр. Сол тайпаның ішінде мына аятта айтылғандай 9 адам болған. Ғұламалар айтады 9 жай қатардағы адам емес. 9-ы да кәдімгі ру басшылары болған. Бедерді авторитетіне кісілер болған. Аятта не дейді? Қалада жер жүзінде бұзақылық істеп, түзушілік, яғни туралықты қаламайтын 9 кісі бар еді дейді. Міне проблема осы 9 кісіден басталады. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Бұлардың ойы, арам ойы түйеге қарай ауып кетеді. Себебі ақырында қауымы иман келтіріп бастап жатыр. Мына түйенің кереметтерін көріп, мұғжизасын көріп, иман келтіріп, Салих пайғамбардың қауымы қатары көбейіп жатыр. Бұны байқаған мына 9 не істейді? Жаман ойға барып, түйені өлтіреміз дейді. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Өлтіріп қана қоймай, өлтіргеннен кейін, ей Салих, бізге уәде еткен азабыңды келтірген дейді. Күтеміз біз дейді. Имам Са'лаби және басқа да арабша тарихи деректерде келеді, түйені өлтірген кезде қарны жарылады дейді. Қарнынан бота шығады дейді. Баласы шығады, кішкентай ғана. Сол баласы бір қырға шығып, жаңа таудың басына шығып, сол жерде жатады екен. Біраз. Оны көрген Салих пайғамбар жанына барады жаңа. Сол кезде 3 рет не істейді? Өкіреді жаңа. 3 рет өкіреді. Сөйтіп өліп қалады екен. Салих пайғамбар қауымына айтады, сендерге 3 күн мұрсат берілсін дейді. 3 күннен кейін Алланың уәде еткен азабы келеді дейді. Қараңыз. Жаңа түйенің ішінен жарылып шыққан кішкентай баласы 3 рет өкіреді. Соған қарай қараңыздар. Алла тағала түйесі арқылы азаптың неше күн болатынын көрсетіп отыр да. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ. Салих пайғамбар не дейді? Жұрттарыңда 3 күн жасай тұрыңдар дейді. Бұл жалғанға шығарылмайтын бір уәде дейді. Яғни бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Бұны ешкім қайтара алмайды. Бітті. Уәде кесілді, болды. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Сонда жиналған қауымы түйені ғана өлтіріп қоймай, Салихты да өлтіреміз деп шығаттылар. Өзара уәделеседі. Салихты да өлтіреміз, отбасын да өлтіреміз дейді. Бірақ Салихтың жақындары бізге келетін болса, біз айтамыз, біз көрмедік, біз ештеңе білмейміз, біз еш нәрсеге куә емеспіз деп айтамыз деп өзара уәделесіп алады. Сөйтіп оларға азап жетеді. Азап жетудің жаңағы несі реттерге былай. Бағана 3 күн деді ғой. Бірінші күні, тарихи кітаптарда келеді, бірінші күні ол қауымның жүздері сап-сары болған дейді. Бірінші күні таң аттырған уақытта сап-сары болған. Кішісі, үлкені, әйелі, еркегі, барлығы. Екінші күн таң атқан жүздері қызыл болған дейді. Үшінші күні жүздері қарауытып, қап-қара болған дейді жаңағылар. Төртінші күні күн шығып жатқан уақытта олардың барлығы тұрып, оянып, жаңа келетін азап келе ме екен деп күтіп тұрады ғой енді.
бірақ алайда олардың жүрегінде бір қорқыныш болған дейді да, бір үрей болған дейді. Келіп қалады ау деген үрей болған дейді жаңағылар. Сол кезде күн шыққан уақытта ғұламалар айтады, аспаннан бір сондай дауыс келеді дейді. Ана дауыс жер бетіндегі мынау найзағайдың гүрілі бар ғой, сол жер бетінде бір уақытта барлық жерде болатын найзағайдың гүрілі бір жерде жиналған сондай бір дауыс келеді дейді, үстілерінен дейді. Шыңғырған дауыс келеді дейді жаңағы. Сол дауыс келіп қаланың үстіне бүйтіп келген кезде жүректері қақайрылады екен. Жерден үлкен бір сілкініс болады. Сол жер сілкінген уақытта бұлардың жандары дереу бір уақытта, бәрі ойлаңызшы, бір уақытта жан тапсырады. Барлығы, бүкіл қауым ойлаңыз. Сонда ғұламалар сипаттайды, бұл қауымның дейді көрінісі өлгеннен кейінгі көрінісі. Мынау малдар қырылып болады ғой жаңа. Қырылып қалған малдың көрінісінде дейді да. Бір уақытта. Сөйтіп оларға Аллах Тағала жаза жібереді. Раджфа. Раджфа деген бір сілкініс. Жер сілкінеді. Оларға зілзала келді де барлығы үйлерінде еңбектеген күйі қатып қалады. Мынау еңбектеген жәсимин деген біреулер еңбектеген халде дейді, біреулері ет бетінен түскен халде қатып қалады деген мағынаны берген. Ал енді мына жерде Самуд қауымына келсек, оларға тура жол көрсеттік дейді. Бірақ олар туралықтан гөрі соқырлықты, яғни адасушылықты қалады дейді. Сондықтан оларды істеген ісіне қарай қор етуші азап, яғни найзағайды ұрып ойранын шығарды дейді. Мына жерде саиқа деген найзағай. Бұл дауыс жаңағы, шыңғырған дауыс. Жер сілкінеді, төбеден жаңа шыңғырған дауыс келеді. Сонымен бұлар бір мезетте бүкіл қауым ойлаңыз, өліп қалады. Бірақ Аллах Тағала Салих пайғамбарды өзімен бірге иман еткен қауымын, яғни мұсылмандарды қаладан бірінші шығарып алады. Ғұламалар айтады, олар Меккеге қарай көшіп кеткен дейді. Меккеге қарай көшіп сол жерде қоныстанған дейді. Тіпті мына Қағба мен Зәмзәм суы шыққан аралықта Хайжир деген жер бар. Сол жерде жерленген деген деректер бар. Инна арсална алейхим сайхатан вахида факану кахашимил мухтазир. Мысалы, аяттың өзі сипаттап тұр, қараңыз. Оларға бір ерекше ащы дауыс жіберді дейді. Сайха деген. Олар қураған шөптей шашылып қалды дейді. Қураған шөптей шашылып қалды дейді, қараңыз. Кейбір риуаяттарда келеді, Салих пайғамбарға 120 кісі ғана иман еткен дейді. Салих пайғамбардың ізінен 120, кейбір риуаятта 100 деп келеді. Қараңыз. Бір риуаятта Салих алейхиссалам өзіне иман еткен жандармен Меккеге көшіп кетеді. Ал енді басқа бір тағы да бір тарихи деректер бар. Палестинадағы Рамля деген қала бар. Сол Рамляның айналасында жақын жерге қоныстанған дейді. Мынау қазіргі Палестинаның картасы. Рамля деп отқан міне мынау. Мына жер. Мынау жер орта теңізі. Міне осы аралыққа келіп қоныстанған болуы мүмкін. Немесе Меккеде. Екі көзқарас бар. Енді Аллаху алам, Алла жақсырақ біледі. Мынау біздің қасиетті, үшінші қасиетті мекеніміз Құдыс. Бұл жерде қандай мешіт бар? Аль-Ақса мешіті бар. Мұсылмандардың ең алғашқы қыбыласы. Қыбыласы. Бірінші Меккеге дейін қыбыла Құдыста болды.
Содан кейін барып қыбла Меккеге ауысты, Харам мешітіне. Мінекей. Енді қазіргі жағдайды біліп отқан шығарсыздар бұл жердегі. Бұл жер мұсылмандар үшін өте маңызды, қасиет тұтатындай жер.